Қазақстандық жас қаламгер Малика Қабдылхақтың кітаптары бүкіл әлемге танымал. Жас автордың туындылары ақш пен әлемдегі ең ірі цифрлық сауда платформасы Амазонда үлкен сұранысқа ие. Малика ағылшын тілінде бірнеше иллюстрациялық әңгіме құрастырды. 8 жасар қазақтың дарынды қызы өзінің барлық бос уақытын шығармашылыққа арнайды. Белгілі бір сүйікті жанры жоқ. Кез келген тақырыпта қалам тербейді. Алғаш рет жарық көрген еңбектерінің бірі Боб және Роб деген екі роботтың достығы жөнінде. 16 беттен тұратын кітап 5 пен 12 жас аралығындағы кішкентай оқырмандарға арналған. But I want to share about Bob and Rob is it's about two robot friends Боб және Роб бұл екі роботтың достығы жайында әңгімелейтін туынды. Қос жолдас кәдімгі балалар сынды күндерін бірге қызықты өткізеді. Олар түрлі қызықты оқиғаларға тап болады. Кітаптарымды көбіне мектепте берілген үй тапсырмаларын орындаған соң кешкілік уақытта жазуға кірісемін. I just love books and books. Once I'm done with all my schoolwork, like in the evening time on weekdays, I start writing my books a bit more, and then on weekends I just do it fully and freely. Малика жазушылыққа бет бұруына кітапқа деген сүйіспеншілігі себеп болғанын айтады. Ерте әріп таныған талапты қыз алғашқы қысқа әңгімелерін 5 жасында жаза бастаған. Наурыз айының басында Amazon Kindle Direct Publishing тұғырнамасына ол наурыз мерекесіне арналған су жаңа кітабын қосты. Әминаның наурызы деп аталатын еңбегінде қазақша сөздер қолданылып, ағылшын тілінде жазылған. Кітапта ұлттық мейрамға қатысты ұғымдар, тағамдар, ойындар сияқты қазақи дәстүр қамтылған. This book is made with love, a lot of love from me. Кітапты жазуыма өзімнің төл мәдениеті мен Қазақстанға деген махаббатым түрткі болды. Сондықтан туған елімнің мәдениеті жайында барша әлем білсін деп кітап шығардым. Өйткені қазақтың мәдениеті аса бай және оның тарихы тереңнен бой тартады. Мен Қазақстанда наурыз мейрамы қалай тойланатын кеңге насихаттағым келді. Бұл біздің мәдени мұрамыз. Оны мақтан тұтып сақтап қалуымыз керек. Сондықтан да адамзат армандап, сол мақсатқа жете білуі керек деп санаймын. What they have done, what they achieved, and their cultures. Малика Амазонда тағы да қос робот жолдастың оқиғаларын жариялауды жоспарлап отыр. Кейін жас қаламгер олар жайында классикалық қағаз нұсқада кітап басып шығаруда ойда бар екенін жасырмады.